Ассалаумағалейкум, ой түркінің көрермендері, армысыздар. Бүгін 21 наурыз сенбі. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын ағайын. Мынау ораза айтпен қабаттасып келіп жатқан қазақтың жаңа жылы, жылқы жылы құтты болсын. Жылқы жылы қазақ даласына бақ береке, мол ырыс байлық, тыныштық әкелсін ағайын. Әрине, көнеше жыл санау бойынша 21 наурызды қазақ халқы жыл басы деп ғасырлардан бері тойлап келеді. Бірақ қазір жаңа календар бойынша бұл күнді біз 21 наурызда атап өтіп жүрміз. Елің қалай болса, бөркің солай дегендей, бүгінгі 21 наурызды жыл басы әз наурыз келген күн, Самарқанның көктасы жібіген күн деп бүкіл қазақ даласына, ой түркінің оқырмандарына өз сәлемімізді жолдап отырмыз. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын деп тілейміз. Жалпы жылқы жылы қазақ үшін жаман жыл болмаған. Әрине, кейде жылқы жылың алдында жылқы жылы соғыс болады деген тұрақты тіркестерге қарап, жылқы жылын ауыр жыл деп бағалайтындар да бар. Бірақ тарихқа көз жіберсек және жаман түс көрсе де жақсылыққа балайтын қазақ халқының дүние танымын ескерсек, сондай-ақ тарихтағы жылқы жылындағы болған уақиғаларды саралап көрсек, жылқы жылы қазақ үшін тым жаман жыл болмаған. Дегенмен жылқы жылында тарихи үлкен шешімдер қабылданғанын да айта кету керек. Мәселен, бүгінгі тәуелсіз Қазақстанымыз үшін айрықша маңызды тәуелсіздік декларациясы да дәл осы жылқы жылы қабылданған болатын. Сондықтан жылқы жылы елімізде үлкен өзгерістер, оң шешімдер болуы әбден мүмкін. Алла тағала елімізге құт береке, бақыт, байлық әкелсін. Әрине, басқа халықты білмеймін, қазақ жылқыдан жаралғандай деп жазушы Асқар Сүлейменов айтқандай, қазақ пен жылқы егіз ұғым. Сонау неше мың жылдардың алдында бабаларымыз жылқыны қолға үйретіп, жылқының жалына жармасып, үзеңгіге пұт артқалы дүниедегі ең алдыңғы ұлт айналды. Өйткені жылқы сол дәуірдің жойғыш ұшағы, сол дәуірдің танкі, сол дәуірдің бронды техникасы іспетті ең озық қару болды. Атқа мінген азамат десті, сесті, ержүрек болды. Сосында қазақ аттан түссе де үзеңгіден түспеген деп, бұны жақсы тіркеспен бейнеледі. Әрине, жылқы түлігі қазақтың өмірінде айрықша маңыз алатыны бүгінде үзілмеген дәстүр. Қазір қазақтың даласында бейресми дерек бойынша 5 миллион, ресми дерек бойынша 4,5 миллион жылқы бар делінеді. Қазір жылқы туралы елімізде заң қабылданды. Алдағы уақытта жылқы шаруашылығын дамытуға мән берілмек. Жылқы тұқымын асылдандыру да қолға алынып жатыр. Мамандардың айтуынша қазақ даласындағы жылқының 1% ғана нәсілді тұқым саналады екен. Бірақ бұл арада мынаны ескеру керек. Қазақтың Қостанай жылқысы, Адай жылқысы, жабы тұқымдары ол қазақтың сан ғасырдан бері дамытқан ең керемет нәсілдері деп айтуға болады. Алтай мінсең арымайтын, неше айлық жолға шауып та желіп те жететін біздің жылқының тұқымы бұл дүниенің басқа елдерінде жоқ десек қателеспейміз. Сондықтан қазақ жылқысының өз тұқымын дамытуға және оны өркендетуге де айрықша ден қою керек деп ойлаймын. Әрине, сәлемнің де сәті бар дегендей, бүгін ой түркінің кезегінде өз оқырмандарымызға ақ сәлемімізді жолдап отырмыз. Өйткені ой түркі каналы сіздермен жүздескелі міне 7-8 жылға аяқ басты. Осы 7-8 жылда сіздердің ықыластарыңыз, сіздердің жебеу демеулеріңіз бізді осы күнге жеткізді. Сондықтан бүгін осы бір сәтті пайдалана отырып, өзімнің оқырмандарыма шын жүректен алғыс айтқым келеді. Өйткені наурызда ізгі тілектер, оң бағалар айтылатын күн. Сондықтан барлықтарыңыздың отбасыларыңызға амандық тілеймін. Қолдап қуаттағандарыңыз үшін ерекше ықыласымды білдіремін. Әрине, біз ой түркіге ақпараттарды берген кезде басқа елдерде болып жатқан қанды қырғындарды, әртүрлі қақтығыстарды айту арқылы еліміз
осыдан аулақ болса, еліміз аман, жұртымыз тыныш болса, берекелі заман болса, дүниеде бейбітшілік болса деген мақсатты дәріптеу ғана. Өйткені қазіргі дәуірде ақпарат кімнің қолында болса, жеңіс соның қолында десек те қателеспейміз. Өйткені әрбір ел өзінің мүддесіне, өзінің тұрғысына бейімдеп ақпарат таратып жатыр. Яғни сіз кімнен ақпарат аласыз, соның мүддесіне қатысты ойлай алатын деңгейге түсіп қаласыз. Сол себепте де біз өзіміздің журналистік кәсібімізге байланысты күнделікті алып отырған ақпараттарымызды сіздермен бөлісіп, халқымызда азда болса ақпараттық тұрғыдан қызмет етейік деген мақсатпен бастап едік. Әрине біз сіздерге бір 4-5 минуттық ақпаратты беру үшін біз кемінде күнделікті 3-4 сағат әлемдік ақпаратты шолуға тура келеді. Қазір интернет дәуірі, тілден де қиналмайсыз, өйткені барлық ұлттың тілінде жарияланған ақпаратты өз тілің аударып, өзіңнің түсінуіңе толық мүмкіндік бар. Біз осы ақпараттарды салыстыра отырып, мынау дұрыс ау, мынау шын ау деген ақпараттарды сізге ұсынып жатырмыз. Оның ешбірін біз ойдан шығарып, қиюадан қиыстырып жатқан жоқпыз. Әлемдік ірі бақтардағы ақпараттарды салыстыру арқылы мынау шындыққа жақын деген ақпараттарды сіздерге ұсынып отырмыз. Сондықтан кейде біздің оқырмандарымыз сұрап жатады, сіз бұл ақпаратты қайдан аласыз деп. Әрине ақш-тың, Әл-Жазираның, Нью-Йорк Таймстың, The Wall Street журналының және Қытайдың басқа да ақпарат көздерін салыстырып алып жатқанымыз жасырын емес. Өйткені қазір ақпарат технология дәуірі. Жалпы төңіректегі жағдайды көріп отырсыздар. Бүгінгі аумалы төкпелі дәуірде халықтың ақпараттық тұрғыдан сауатты болуы да айрықша маңызды. Шетелде болып жатқан саяси уақиғаларға қарай отырып, өз еліңнің де жағдайын түсініп біліп, еліңде бірлік болмаса, еліңде береке болмаса, еліңде бір ауыздылық болмаса, болмайтынын түсініп отыруда айрықша маңызды. Сондықтан алдағы келе жатқан жаңа жылда халқымызға ауыз біршілігін берсін, береке бірлік берсін, қазағымыздың саны көбейе берсін, ұрыс болмасын, соғыс болмасын, әр үйде сәбидің күлкісі шалықтап, ұйқысы қанған соң оянсын деген ізгі тілегімізді айтамыз. Өйткені бейбіт дәуірде ғана ел өсіп өркендейді. Әрине біз мынау дөңгеленген дүниедегі болып жатқан жағдайларға байланысты әрбір азамат идеялық жақтан да дайын жүру керек. Өзіңнің ұрпағыңды ұлтжанды, мемлекетшіл, халықшыл, осы елін жерін қорғайтын батыр азамат етіп тәрбиелеуде әрбір ата-ананың парызы. Бұл тұрғыдан біздің ең үлкен бағытымыз алаш арыстары. Өйткені алаш арыстары біздің қазақ елінің осы күн үшін, қазақ елінің болашағы үшін жандарын қиды, өмірлерін арнады, барын салды, біздің ғылым білімімізді дамытуға да күш салды. Бізде сондай алаш арыстары болғандықтан біз осы күнге жеттік. Сондықтан бүгінгі мынау қасиетті күнде, жаңа жылымызда алаш арыстарының рухына да тағзым ету керек деп ойлаймын. Құран бағыштап, қазақ халқы үшін жанын, қанын берген алаш арыстарына әрқашан құран бағыштап, ұрпақтарымыздаға олардың ерлігін сіңіріп отыру бізге парыз деп ойлаймын ағайын. Рахмет. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Мынау жүрген жеріміз шуыл, дегенмен бүгін той, наурыз болып жатқандықтан сіздерде түсінеді деп ойлаймын. Осындай бір сәлиқалы сәтте сіздерге ақ тілегімді арнап, сіздермен сырласып жатқаныма мен де қуаныштамын. Әрине аздан кейін уақыт шыға қалған кезде Украина соғысы жайлы да жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Өйткені соңғы күндері Украина даласындағы соғыста да жаңа өзгерістер болып жатыр. Украина жауынгерлері кейбір бағыттарда алға ілгерілей бастады. Жалпы соғыстың ұзаққа созылуы Ресейді де састыра бастады деген ақпарат төңірегінде ой бөлісетін боламыз. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.